Саламатсыздар ма? Отыр алыңыздар. Бүгінгі сабағымыз сәтті өтсін, күніміз жақсы болсын. Сабағымызды бастамас бұрын балалар бейнебаянға назар аударайық. Мұқият қараймыз бейнебаянды. Содан кейін сұрақтар қоямыз, сол сұрақтарға жауап береміз. Димаш Құдайберген орындап, осы өлеңді. Ал қандай өлеңді орындап? Дайдила өлеңін орындап. Енді Димаштың артында оркестр отыр. Қандай музыкалық аспаптармен сүйемелдеу? Қалай ойлайсыңдар? Қобыз. Айтамын. Домбыра, дұрыс. Тағы қандай аспаптарды көрдіңдер? Сыбызғы. Сосын. Болды ма? Айта ғой. Дауылпаз. Дауылпаз деп жатсыңдар. Тағы да шаңқобыз бар да аралары. Жақсы. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бізде музыка аспаптары, және де грамматикалық тақырыбымыз тыйым етістік. Мына жерде тақтамызда бізде суреттер беріліп тұр. Музыкалық аспаптар. Әр топтан екі оқушы келіп, суретті таңдайды да, соның анықтамасын айта қоямыз. Келіңдер, бірінші топтан оқушылар. Тағы оқушылар. Не таңдадым? Жетіген. Жетіген ескі жеті ішекті дыбысты аспап түрі көшелді немесе жатқан ағаны еске салады. Жақсы, өте жақсы. Ұлан, не таңдадым? Шаңқобыз. Шаңқобыз. Шаңқобыз ежелден келе жатқан қазақтың музыкалық аспабы. Күмістен жасалған сүйек тілшесі болады. Мен сыбызғын таңдадым. Сыбызғы. Сыбызғы қазақтың үрмелі музыкалық аспабы. Қырайдан ағаштан жасалады. Өте жақсы. Бұл асатаяқ қазақ халқының ежелгі музыкалық аспабы. Келесі тапсырмамыз балалар. Оқулығымызды ашайық. 122-ші беттегі бірінші тапсырма. Мәтінді оқыңдар, сұрақтарға жауап беріңдер. Музыкалық аспап туралы мәтінмен танысамыз, және де қазір сұрақтарға жауап береміз. Ислам, бірінші абзацты оқи ғой. Қазақта 35-тен астам музыкалық аспап түрі бар. Олар домбыра, қобыз, сыбызғы, дауылпаз, нарқобыз, шаңқобыз, қылқобыз, желқобыз, асатаяқ, дабыл, таңғана, жетіген, шерді,
классиканы күй деп атайды. Дәстүр бойынша күй орындаушының суырып салма қиялынан туады. Қазіргі күнге жеткен ежелгі күйдің атасы Қорқыт ата. Бұл бұдан 1200 жыл бұрын дүниеге келген. Атақты халық композиторлардың бірі Құрманғазы Сарыбаев, ол 60-тан астам күй шығарған. Өте жақсы. Төртінші абзацты. Бексұлтан оқи ғой. Төртінші абзацты. Аспапта музыкаға ең үлкен үлес қосқан Тәттімбет Қазанғапұлы. Оның күйші композитор ретінде даңқы шыққан. Домбыраға тамаша күйлер шығарып, әрі оны шебер орындаумен ерекшеленген. Жақсы. Досай, қалған екі абзацты оқи ғой. Сармалай күйші. Сармалай күйші сыбызғыға арналған классикалық күйлер шығарған, әрі өте тамаша орындалған композитор Ықылас Дүкенұлы қоғыз классикасының дамуына үлкен ықпал жасаған. Өте жақсы. Ал енді тақтаға назар аударайық. Балалар, мәтінмен таныстық, я? Музыка аспаптары туралы. Қазақта қандай музыкалық аспап түрлері бар екен? Қалай білесіңдер? Ұлан, қандай музыкалық аспап түрлері бар? Қобыз, шаңқобыз, жеңге, дабылғы, домбыра, асатаяқ, Тағы да басқалады. Жақсы. Балалар, күй дегеніміз не? Ислам. Күй дегеніміз домбыра немесе қобызбен орындалатын музыкалық пьесаны күй деп атаймыз. Музыкалық пьесаны соны күй деп атаймыз. Өте жақсы, отыра ғой орнына. Алғашқы күйдің атасы кім? Қай ғасырда өмір сүрген? Атақты. Диас, айтамын. Қорқыт ата, осыдан 1200 жыл бұрын өмір сүрді, 8-ші тоғызыншы. Біздер музыкалық аспап мәтінмен танысты. Енді грамматикалық ережемен танысайық. Бүгін біздер тұйық етістікті өтуіміз керек. Тұйық етістіктің ерекше түрі, мағынасы жағынан ол іс-қимылдың, іс-әрекеттің атын білдіреді. Тұйық етістік тікелей септеле де, тәуелдене де алады. Бірақ жіктелмейді. Тұйық етістік у жұрнағы арқылы жасалынады. У жұрнағы арқылы жасалынады. Тұйық етістік тұлғасына қарай кейбір сөздер әрі етістік бола алады, әрі зат есім ұғымын білдіретін амоним сөздерге айналып кеткен. Мысалға, есте сақтаңдар балалар. Үй бұйымдар мен құрал саймандар. Жасап, у жұрнағы бізде тұйық етістіктің жұрнағы қостық, жасау зат есім. Бояу, бояу, көсе, көсеу. Саба, сабау. Келесі, мекен-жай атаулар. Қыстау, жайлау, күзеу, және де бастау. Дерексіз ұғымды білдіретін зат есімдер тілеу, тергеу, жоқтау, нұсқау. Және де грамматикалық терминдерді білдіретін зат есімдер үстеу, қалау, рай. Үстеу деген біз ол сөз тағы солай ғой? Естеріңде бар? Олай болса, екінші тапсырманы орындайық. Бірінші топ мына етістіктерді, берілген сөздерге тұйық етістіктердің жұрнағын жалғап жазыңдар. Бірінші топ мына сөздерді тұйық етістікке айналдырады. Екінші топ мына берілген сөздерге тұйық етістікке айналдырады. Және де үшінші топ шығады. Бірінші топ. Сатып бер. Айтады, қалай жазып жатсың? Сатып беру. Сатып беру. Келесі сөз. Алғыс ал. Алу дұрыс. Тергеу дұрыс. Келесі тапсырмамыз.
Ауызша орындайық. Балалар, оқулығымызды ашамыз. 24-ші бетте, 124-ші бетте, 3-ші тапсырма. Абай атамыздың өлеңін оқып, тойық етістікті табыңдар. Ешқайда шықпаймыз, балалар. Оқимыз. Оқи ғой, бірінші өлең жолы. Кітап шеш, оқы. Инжелерді жайлауға қана алмай ашу. Алмай жүр. Бұл жерде тойық етістікті табуымыз керек. Жайлауға. Бұл жерде жайла, жайлау, тойық етістік пайда болды. Келесі. Ұлан оқи ғой келесі. Өлең жолы. Алмай жүр, я. Күзеуде тойық етістік, я. Жақсы. Отыра ғой орнына. Әрі қарай бізде Әбдікәрім. Қыз қыстауының қызыл ол бір бәле. Тойық етістік. Қыстауын. Солай ғой? Қыстауын дегенде бұл жерде тойық етістік. Келесі. Ерке. Бексұлтан. Оралып ешбір шаруа ұнамай жүр. Шаруа оралып, ешбір шаруа оңалмай жүр дейді. Жақсы, отыра ғой орнына. Келесі тапсырмамыз. 4-ші тапсырма. Мақал мәтелдердегі тойық жетістікті теріп жазыңдар. Оқулығымызды ашайық. Оқулығымызда да бар осы тапсырма. Мақал мәтелдерді толық көшірмейміз балалар. Тек қана мақал мәтелдердің ішіндегі тойық жетістіктерді теріп жазамыз. Тек қана тойық жетістіктерді теріп жазамыз. Толық мақал мәтелдерді жазбаймыз балалар. Толық көшірмейміз. Оқи ғой бірінші мақалды. Істеу қиын, сынау оңай. Сынау оңай. Істеу қиын, сынау оңай. Істеу дұрыс. Сынау дұрыс. Отыра ғой. Бізге тақтағы самғат шығып келеді самғат. Екіншісін. Еріншекке жоқ сылтау. Сылтау өте жақсы. Сылтау. Балалар, біздер бүгін музыкалық аспаптар тақырыбын өттік. Солай ғой? Музыкалық аспаптарды біздер таныдық, таныстық. Солай ғой? Енді мына жерде кесте тұр бізде. Сол кестені сәйкестендірейік. Мұқият оқып аламыз. Әр музыкалық аспап қандай дыбыс береді? Қандай ол музыкалық аспап екен? Қазақтың музыкалық аспаптар тобында қайсысына жатады? Соны мұқият қарап алыңдар да қазір жауабын сәйкестендіреміз. Солай ма? Тақтаға қараймыз, жақсылап тұрып. Домбыра. Шекпеңіз. Айқайламаймыз, қолдарымыз көтереміз. Домбыра. Қандай аспап? Шертпе, дұрыс. Сыбызғы. Үрмелі. Жетіген. Ислам. Шертпелі аспап. Дабыл. Самғат. Дабыл. Ұрып ойнайтын аспап. Өте жақ. Балалар, сабағымыз аяқталуына бірнеше минут қалды. Сондықтан да біз бүгін алған білімдерімізді қалай бағалайсыздар? Сендер үйрендіңдер ме? Әлде да қолдарыңнан келеді ме? Әлде сендерге тақырып қиын болды ма? Қалай ойлайсыздар? Алдарыңда
жаңағы стикерлерді толтырып, осы сандықшаға жапсыра қойыңдар. Жақсы. Қолдарыңызға отырамыз. Күнделіктерімізді ашамыз. Үй тапсырманы жазып алайық. Ережені жұмсаймыз. 5-ші тапсырма 124-ші бетте орындап келеміз.